Армысыздар, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Шығыс Жауһары хабарының кезекті шығарылымдағы саны және біздің студия қонағымыз. Бүгінгі таныс болыңыздар, әнші ағамыз, өздеріңізге жақсы танымал Айдын Алдархан студиямыздың қонағы. Қош келдіңіз, Айдын аға. Қош көрдік. Көңіл-күйіңіз қалай? Өте керемет. Шүкіршілік, аманшылық. Енді Айдын аға, сауалымызды ең алғашқы балалық шағыңыздың бал күндерінен бастасақ. Студиямызға бірнеше мәрте келгеніңізбен, бірақ бір реті түспепті сіздің қай өңірдің тумасы екендігіңізге, балалық шағыңыздың бал күндері өткен туған ауылыңыз, ата-анаңыз кімдер, құпия болмаса, осы турасында бастасақ. Мен осы Шығыс Қазақстан облысы, Қатонқарағай ауданы, Аққайнар ауылында туып өскем. Бірақ балалық шағым Оралхан Бөкеевтің жаңағы Шыңғыстай деген ауылында өткен. Әке-шешем, анам сол ауылдың амбулатория дейді, жаңағы больницасында 40 жылдан астам қызмет жасайды. Зейнетке шықса да қазір сонда жұмыс жасайды. Ал әкем совхоз тарағаннан бері сол ауылдың үйдің тірлігі, хозяйствомен айналысып, сондай қызметте. Балалық шағыңыздың естеріңнен қалған дүниелері бар ма? Әлі күнге дейін енді туған ауылыңызға бір қолыңыз босаған сәтте тартып тұратын шығарсыз? Әрине барып тұрамыз. Және бізде өзіңіз білесіз, Қатонқарағайда шөп, отын деген өте үлкен мәселе. Сол жұмыстарды жасауға, жалпы шөп шалуға барып тұрамыз. Балалық шақ енді әр адамның өзінің балалық кезі қызық қой. Қайсы бірін айтса да мысалы. Сіздің балалық шағыңыз қалай өтті? Әттеген ай деген жері бар ма осы балалық шақта? Қолыңызды кештермеп қалған кездеріңіз? Білмедім, оны енді ойын баласы болып ойнап. Ойынға да былай айтқанда көп уақыт болмайды ғой. Үйдің жаңағы үлкені де ұлдан жалғыз болғаннан кейін оның ата мен апамызға көмектесіп тұратынымыз әрдайым. Екі ауылдың ортасында өтті ғой балалық шақ. Сөз арасында енді шығармашылығыңыздағы жаңалықтармен бөлісе отырсаңыз, ән қоржыныңыз жаңа әндермен толығып жатыр екен. Сонымен қатар танымал эстрада жұлдызы Индира Расылханмен де бірлесе жұмыс жасап жатыр екенсіздер. Индира Расылханмен Марат Ильясовтың бір керемет әнін орындағанбыз. Сол кісінің кеші болды. Жалпы енді шығармашылықта Лұқпан ағамызбен бірлесіп жұмыс жасап жатырмыз. Тағы бір біздің енді әндер көбінде алуан түрлі болғанмен ата-ана, туған жер жайлы әндер көбінен орын алады. Енді бір той мәселесінде көңіл күйді көтеретін бір жақсы бір ән дайындап жатырмыз тыңдармандарға. Алдағы уақытта енді тұсауда кесілетін шығар, бұйырса, Алла қаласа. Құдай қаласа, әрине. Сіздердің студияларыңызға міндетті түрде келіп, сол әнмен бөлісеміз. Әніңіздің қоржын жайлы не айтар едіңіз? Қандай әндермен толып жатыр? Енді көпшілік білетін шығар, біз енді Олжас деген өзімнің досым, әскерде бірге болдық, бірге қызмет жасағымыз. Самғау тобы деген топ. Сол Самғау тобының 17-18-дей әні бар екен қоржынында. Жалпы өзіме келетін болсам, бір 8-9 әннің төңірегінде әндерім бар. Жаңа сол авторлық өзіміздің. Оның ішінде жаңа жергілікті Марат Ильясов ағамыздікі бар. Жаңа мына Шығыстың Болат Әшірбеков ағамыздың әндері бар деген сияқты. Біраз әндері бар. Енді мынау қайырымдылықты адам бойындағы ең асыл қасиеттердің бірі дейміз, Тек әншілік қырыңыздан емес, қайырымдылық шараларына да үнемі белсенді қатысып тұрасыз. Енді әр адамның өзінің ішкі дүниесінде біреуге жақсылық жасасам, көмектессем деген түйсігінде бір ой жүретін шығар. Сол тарапта өзіміздің қарагөз бауыр қарындастарымызға көмек ретінде жыл сайын 2 рет қайырымдылық шара жасап отырамыз. Оның жаңа концерт ұйымдастырып, болмаса бір кәсіпкерлермен бірлесе, ол баланың жаңа еміне, болмаса бір керекті заттарына сәлде болсын кішкене көмегіміз болсын деген. Ол енді жаяудың аты жалғыздың шаңа шықпас дейді. Олар жаңа шығыстағы барлық өнерде жүрген бауыр қарындас апайларымыздың ықпалымен жасалып жатқан дүниелер. Жақсы. Қайырымдылық шаралары деп жаңа айтып қалдыңыз, Енді мынау қайырымды жандарымыз сіздің көзіңізде көріп жүр. Арамызда жалпы бар ма? Қаншалықты?
Енді қайырымдылық оның жаңа екі түрі болады. Біреу жаңағы өзін насихаттап, бір пиар жасайды дейсіз. Пиар жасап, мен осындай нәрсе жасап жатырмын, беріп жатырмын деген сияқты. Қазақта да бір әдемі сөз бар ғой. Жаңа оң қолмен берсең, сол қолың көрмесін деген сияқты. Кездеседі, енді саусақпен санарлықтай бірақ. Қазір енді әлеуметтік желіде де мысалға көмек сұрайтын аферист жаңағы інілеріміз, әпкелеріміз бар да. Бәлкім сол жағынан аузы күйгендер де бар шығар. Қайырымдылыққа келген кезде кішкене енді ол бәсеңдеу. Көмекке келгенде. Жаңа айтып қалдыңыз сөзіңіздің арасында аферистер деп. Енді алдап сан соқтырып кететіндерді қалай рас өтірігі айтып тұрған шындығын қалай тексересіздер? Алданып қалған кездеріңіз болды ма? Сондай қайырымдылыққа көмектесеміз деп. Жоқ, мен енді осы ретте неше бір ақшасын жинап, болмаса сол енді шетелге кетеміз деп отырған адамдардың Каспий Голд дейді ғой, карточкаларынан ақшаларын, сізге ақша аударамыз, пин-кодыңыз керек, анауыңыз керек деп ақшаларын алып кеткеннен кейін маған хабарласып, осындай сіздер іспен айналысады екенсіздер, көмектессеңіздер деген жағдайлар кездесті. Бір емес, екі мәрте кездесті сондай. Амалдың жоғынан міне ұшаққа билет алып қойғанбыз, ақшамыздан айырылып қалдық деген сияқты. Сонда демек сондайға да барады да адам болған. Еш қорықпастан. Кейіне білдіңіз оның жалған екендігін, е? Жалған болып, сол жаңағы баратын баланың ақшасын барлығын өздерін аударып алған, содан із-түз ол адам таппай қалған. Сондай жағдайлар болған. Осындай жандарымызға қарағанда енді қайырымдылықтың алдын орап бейне бір, е? Жүрегі жұтаң болып жүретін жандарымыз да сияқты, е? Енді кезекті қазір эстрадада әнші көп болғандықтан шығар, е? Даралануға ұмтылыс, өз ерекшелігімді көрсетсем, өзім ғана сахнадан көрінсем деген жанталастық басым болып кетті, е? Рас бұл. Бірақ бұл құбылыстың соңында көп жағдайда жақсы нәтижемен аяқталмай жатады. Асыра сілтеушілік деп жатамыз, е? Сонымен қатар өз жолын таппай сенделген жастардың ортақ қателігі неде деп ойлайсыз осындай? Дұрыс бағыт таңдамаймын кей кезде. Болмаса енді жаңа репертуар дейді ғой. Сапа жағынан ақсап жатады. Бір белгілі бір арзан неге арзан мақтау, мадақтауға ұмтылатын сияқты меніңше. Оңай жолмен кез келген дүниеге қол жеткізгісі келеді. Оңай жолмен жаңағы дайын кез келген эстрадада жүрген әншілердің минустарымен жарқ етіп көрінсем, екі ән жазып тойға шықсам, сондайлар көптен кездеседі. Бұндайлардың қалай алдын алуға болады деп ойлайсыз? Енді ол біз айтқанмен біздің қолымызда тұрған жоқ қой, дегенмен енді жанды дауысқа көшіп, сыр жағынан қатты талап керек сияқты. Жақсы. Өнерде шет пен шекара өлшем жоқ дейміз, е? Десе де әр әншінің өзінің ұмтылатын алға қарай биігі болады, е? Енді онсыз тағы да алға өсім, жылжым жоқ деп жатамыз. Сіз көздеген биіктік қайсысы? Мен көздеген биіктік енді әрине балалық кезден армандап, осы әншілік бір қандай да бір деңгейіне жетсек, осындай бір белгілі бір тұлғалармен ән айтсақ деп, сол бірте-бірте сол арманымыз орындап келе жатқан сияқты. Енді бір республика болмаса да бір аудан танитындай бір деңгейде болсақ, соның өзі біз үшін мәртебе деп ойлаймын өзім. Арманыңыздың шыңына шықтым деп ойлайсыз ба? Әлі де аласармаған армандарыңыз бар ма? Адам болғаннан кейін арман бітпейді ғой. Бір жетістікке жетсе, бір деңгейге толса, келесі арман дайын тұрады. Сол сияқты армансыз адам қанатсыз құс деп жатады ғой. Сондай армандар бар. Жақсы.
Қазір тойға ғана лайықтап ән жазатын композиторлар мен тойда ән шырқайтын әншілердің шоғыры қалыптасты. Сол әндерді ерте ме кеш пе бәрібір сахнаға алып шығады. Даңғыр-дұңғырды тойдан да сахнадан естіген тыңдарманның құлағы бітеліп, бір күні мүлдем ән тыңдаудан қалмай ма? Әрине қазір жалықтырып барады осы даңғыр-дұңғыр, жеңіл әуені мән мағынасы жоқ әндер. Оның да бір өзінің кезегі бар сияқты. Көп ғұмырлы болмайды. Мысалы қазақта айтады ғой, есті ән айт, не ескі ән айт дейді. Сол сияқты бір есті де болмаса ескі ән айтқан дұрыс сияқты. Сол батысқа еліктеу қатты белес салып барады. Соның айналасында. Әннің де естісі бар, есері бар деп жаңа айтып отырсыз ғой. Есті әндерімізді қалай таңдайсыз өзіңіздің жаңағы қоржыныңызда? Даңғыр-дұңғырға толы әндер жоқ менің білуімше, репертуарыңызда. Сабырлы, салмақты әндерді қай қашанда болмасын. Өзіміздің жаңағы мінез тұрқымызға, болмысымызға, жалпы сол әке-шешеміз тыңдап өскен, әкемізден естіген әндерді айтуға тырысамыз. Табиғатымыз сондай әндерді қалайды. Сондықтан ескі әндерді айтуға қашанда дайынбыз. Нарықтық тілмен айтсақ, қазір әнде тауар болып кетті. Сол әннің бағасы қалай белгіленеді? Енді атақты мысалға ән жазатын композитордың өздерінің бір бағалары бар қойылған. 5.000 бола ма, $3.000 бола ма? Сондай талаптармен әндерді белгілеп жазады. Қаражаттың қойылатын қалта көтере ме? Енді эстраданың шыңында жүрген жаңа мысалы Қайрат сияқты, Төреғали, Ернар сияқты бір үштіктегі адамдар сондай әндерді сатып алып, ілгері көштің басында жүреді деп ойлаймын. Бізде енді адамдар осы жергілікті композиторлар болмаса өздері осы әнімді айт деп сондай әндер орындаймыз. Енді сөзіміздің соңындағы біраз уақытымыз бар екен. Тәрбиелеп жүрген шәкірттеріңіз турасында, өзіңіздің ізбасарларыңыз турасында айта отырсаңыз, олардың қатары толығып жатыр ма қазіргі таңда? Шәкірт дегенде өзіміз әлі шәкіртпіз ғой. Алдыңғы буын ағаларымыздан, әпкелерімізден үйренетініміз көп. Сондықтан енді бағыт-бағдар беріп, жол сілтейтін бауырларымыз көп, әрине. Мынаны қалай жасасақ, мынаны қалай деген сияқты. Білгенімше оларға енді көмектесіп отырамыз. Ал енді бір белгілі бір шәкірт тәрбиелейтіндей деңгейде емеспіз, жағдайда емеспіз сондай. Әлі өзіміздің білеріміз, ізденеріміз көп. Ойлаған армандарыңыздың барлығы ретімен, уақытымен орындалып жатыр деп ойлайсыз ба? Иә, ретімен орындалып келе жатқан сияқты, меніңше. Сөзіңіз қалай жоспарлап едіңіз әу баста? Дәл осылай елестетіп пеңіз, өнер адамы боламын дегеннен бастап? Жоқ, негізі бір спорт саласын жақсы көргем. Осы студент қабырғасында жүрген кезде белгілі бір жеңіл атлетика дейді, содан бір деңгейлер орындағам. Енді әншілікті жаным тәніммен жақсы көргенмен, бірақ тікелей осы әнші боламын деп ойламағам. Бірақ өмірдің өзі де алып келді дейсіз ғой, өмірдің арнасымен жақсы. Алғысымызды білдіреміз Айдын аға, алдағы эфирлерімізде жүздескенше. Құрметті көрермендер, осымен Шығыс Шалқары хабарының кезекті шығарылымдағы саны тәмам.